Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бізде бір есеп. Бұл 2023-24 оқу жылында келген оқушылардың 11 сынып оқушылардың олимпиада есебі екен. Осы есепті талдап берейін деп отырмын. Бірінші шарт теңдеулерді, осы теңдеуді шығару керек. Теңдеуді шешіңіз дейді. Біз дәреженің қасиетін пайдаланамыз бұл жерде. Яғни x плюс 1 дегенді жаза аламын 2 көбейткен 2-нің x дәрежесі деп. 2-нің 1 дәрежесі мына жерде. Егер дәреженің қасиетін пайдалансақ, берілген өрнек шығады. Енді мен 2-нің x дәрежесін y деген айнымалымен ауыстырып алатын болсақ, берілген теңдеуіміз осы формаға ауысады. Енді косинус 2y, косинус 2 альфа деген формуланы еске түсірейік. Косинус 2 альфа дегеніміз 2 косинус квадрат альфа минус 1. Соны орнына қояйын. Яғни косинус y тұр. Мынаның орнына 2 косинус квадрат альфа минус 1-ді қойдық. Берілген теңдеуді жаңа айнымалымен ауыстырып алайын. Т деген айнымалымен ауыстырсақ, бізде квадраттық теңдеу, толық квадраттық теңдеу, алгебралық теңдеу әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Виетпен немесе дискриминантпен, басқа да әдістері бар. Енді дискриминантпен шығарайық. Дискриминанттың формуласы. Дискриминант А-В-С коэффициенттер тұр. Мына А коэффициент, мына В коэффициент и С коэффициент. А коэффициент 2-ге тең, В коэффициент 1-ге тең, С коэффициентіміз минус 1-ге тең. Осы нәрсені қолданатын болсақ, дискриминантымыз 9 шығады. Т1 бірінші түбіріміз минус 1 шығады. Екінші түбіріміз 2-ден 1. Енді бізге Т-ны емес, X табуымыз керек. Т дегеніміз басында косинус y-дің орнына Т-ның орнына минус 1-ді апарып қойын. Бірінші, екінші 2-ден 1-ді апарып қойын. Қоятын болсақ, косинус y тең минус 1 және y тең арк косинус минус 1 плюс 2 пика. Тригонометриялық теңдеуінің қасиеті. Енді бұл жерде арк косинус минус 1-ге тең болады, пиде және 2 пиканың қосынысы. Бізге x-ті табуымыз керек негізінен. 2-нің x дәрежесі y-ге тең. Y-іміз мынаған тең 2 пика. Так, жазайын. 2-нің x дәрежесі тең пи плюс 2 пика. Бұл жерде логарифмді пайдаланайық. Логарифм қасиетін. Екі жағын логарифмдайық. Логарифм 2 негізді. 2x тең логарифм 2 негізді. Пи плюс 2 пика. Соны пайдаланатын болсақ, x алдына түседі, теңдіктің алдына. Логарифм 2 негізді 2-міз, ол 1-ге тең. Соны пайдаланатын болсақ, бізде берілген теңдеудің шешімі шығады. Так, түсінікті болды ғой деймін. Сұрақтар болса, комментарда күтеміз. Так, келесі екінші теңдікті де, екінші түбірінде табайын. Косинус y тең 2-ден 1, арк косинус плюс минус 2-ден 1 плюс 2 пен. Бұл жерде дәл осы әдіс 2x деп біз косинус 2-ден 1 пи бөлінген 3-те және 2-нің x дәрежесін теңестіріп алатын болсақ, яғни 2-нің x дәрежесін тең плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пн десек, және бұл жерде логарифм 2 мен теңдіктің екі жағын логарифм десек, так, лог 2 мен білеміз, 2 мен 2 x алдына түседі, 2 мен 2 қысқарады. Сонымен теңдіктің жауабын, теңдеудің шешімін таба аламыз. Енді бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, бұл жерде логарифм астында тұрған өрнек 0-ден үлкен болу керек мына өрнегіміз. Және k деген қандай сандарды қабылдайды. Сол нәрсені айтып кетуіміз керек. K дегеніміз, егер 0-ді қоятынымыз, минус сан қоятын болсақ, логарифм астында тұрған сан минус болады. Соны k дегеніміз ең минимумы 0-ден басталады. 0, 1, 2 и жалғасады.
келесі так n дегеніміз мына жерде тұрған n-іміз, мына n-іміз қандай мәнді қабылдай алады? Егер n 0 болатын болса, мына өрнек 0 болады да. Мына жерде минус пен логарифм астында тұрған сан минус болып қалады. Сол нәрседен құтылу керек. Біз n-іміз сонда басталады. n 0 бола алмайды. 0-ден үлкен сан 1, 2, 3 жалғасады. 1 болса 2 пи минус пи бөлінген 3 оң сан. Сол нәрсені де жазып қойған дұрыс. Келесі шарт бүкіл сандар тізбегінде анықталған берілген функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуымыз керек. Енді берілген функциямызды шамалы түрлендіріп алайық. Яғни дәреженің қасиетін пайдаланатын болса, мына тұрған өрнегімізді мен жазалам. 2 көбейткен 2-ның x дәрежесі. Және косинустың білеміз. Косинустың ең үлкен мәні, косинус функциясының ең үлкен мәні, косинус альфаның ең үлкен мәні 1-ге тең. Мынадан ең үлкен 1 шығады. Так, мынадан ең үлкен 1 шығады. Сонда 1 мен 1-дің қосындысы 2. Ең максимум мәні функцияның берілген функцияның ең үлкен мәні 2-ден аспайды. Және қай нүктеде қабылдайтынын табайық. Айтып кетейік. Егер мына 2x-тің орнына 2 пиді қоятын болсақ, бұл жерде x таба аламыз. X тең лог 2, 2x тең логарифм 2 негізі 2 пи деп. Мына x алдына түседі, мына 1-ге тең болып кетеді. X так көбейту логарифм 2 негізі 2 1-ге тең болып кетеді. Сол нәрсені айтып кетуге де болады. Так, келесі ең үлкен мәнін тауып бердік. Ең үлкен мәні. Енді ең кіші мәнін табуымыз керек. Берілген функцияның ең кіші мәні, так, бұлай жазайын. Жаңа айнымалымен ауыстырып алайын. Косинус 2x-ті мен y деп ауыстырып алдым. Сол кезде берілген өрнегіміз косинус 2 альфаның формуласын білеміз. 2 косинус квадрат альфа минус 1. Соны орнына қоятын болсам, бізде берілген өрнегіміз осы түрге түрленеді да. Бұл жерде тағы бір нәрсе, мына формаға келтіру. Ең қажетті жері осы. Осы формаға келтіру. Және бұл жерден айтамыз, квадраттан еш вақыт 0-ден кіші сан шықпайды. 0-ден үлкен сан шығады да. Берілген мына өрнектен ең кіші мәні 0. Яғни косинус y минус 1 бөлінген 4 деген қабылдайтын болса, мына жерден 0 шығады. Және берілген функцияның ең кіші мәнін қабылдайды. F минимум болады минус 9 бөлінген 8. Мынаның барлығы 0-ге айналып кетеді да. Мынаның барлығы 0-ге айналады. 0 болады да. И мынамыз минус 9 бөлінген 8. Енді бұл жерде қалай келтірді деген сұраққа жауап беріп кетейін. Қалай келтірді? Косинус y минус 4-тен 1-ге. Бұл жерде мынандай бір әдісті пайдаланамыз. Так, 2-ні шығарайық шашты сыртына. 2-ні шығарсақ косинус y квадрат y плюс 1 бөлінген 2 косинус y минус 1 бөлінген 2. Да. Енді бізде білеміз қысқаша көбейту формуласы. А плюс v-ның квадраты тең а квадрат плюс 2ab плюс v квадрат. Так, бұл жерде бізге мына квадрат тұр. Енді бізге 2 керек. Мына 2 керек. 2-ні мен бұлай пайдалануым болады. 2-ні көбейтіп, мына жерге 2-ні бөліп. Так, сонда бізде пайда болып тұр. 2 көбейткен косинус
квадрат y плюс 2 көбейткен 1 бөлінген 4 косинус y. Енді маған керек мынаны таптық. В деген санның орнында 1 бөлінген 4 тұр. 1 бөлінген 4-тің квадратын жазуым керек. 1 бөлінген 16. Енді 1 бөлінген 16-ны өзін өзге қоспаймын. Одан азайтып жіберім керек. 1 бөлінген 16. Егер 1 бөлінген 16 мен 1 бөлінген 16-ны азайтсақ 0 болып жоғалады. Алайда мына формулаға келеді. Енді бізде минус 1 бөлінген 2 де бар тағы. Осы нәрсені түсініп алу керек. Ендігі мәселе, ендігі мәселе. Қысқаша көбейту формуласын дұрыс пайдаланатын болсақ, мына тұрған өрнегіміз 2 көбейткен косинус квадрат y плюс 1 бөлінген 4-тің квадраты, мына жерге дейін квадраты, и минус 2 көбейткен мына сан 1 бөлінген 16. Так, мына жер түсініксіз болып қалады ғой, я. Так, плюс 2-ден 1. Так, бұл жерден так 16. Мынаған ортақ бөлім 8-ден беретін болсақ 9 болады. 9 и 2-ні көбейтсек мына қысқарады. 9 бөлінген 8. Так, осы нәрсе. Мына жерде не үшін минус плюс болып кетті? Так, минус жақша сыртына алдына шығып кетті. Сол нәрсені түсінбей қалмау керек. Мына жақшаның алдына минусты шығарып қойдық. Сонымен функцияның ең кіші мәні минус 9 бөлінген 8. Егер ерінбей есептесем, мынау шығады негізінен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийді күтемін. Әрине ең күрделі есептердің бірі. Рахмет.